Әдемі фартугын тағып алып, бүгін бірдеңе пісірейін дедім. Тоңазытқышта 4 күн бойы жатқан баклажандарды бұзылып кетпесін деп қуырып тастайын дедім. Барлығын осылай ұзын етіп турап алдым. Бөлек ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып, тұз қосып, жақсылап араластырып алдым. Майды қыздырып баклажандарды жұмыртқаға 2 жағын батырып, әдемі болып қызарғанша қуырдым. Осы енемнің тірлі деген салатты отбасымызбен сүйіп жейтін болғандықтан жиі жасаймын. Барлығын қуырып болған соң толығымен суытып алдым. Чеснок пен майонезді араластырып баклажан үстіне жағып, қызанақты қойып барлығын орап шықтым. Осындай әдемілік шықты. Үйде каркаде бар екені есіме түсіп, балаларға компот жасайын деп шештім. Үлкен ыдысқа 6 литр су құйып қайнатуға қойдым. Соның арасында кешкі асқа кірісіп кеттім. Алдын ала барлығын турап дайындап қояйын дедім. Тауық төсетін 4 бұрышты етіп турап алдым. Тоңазытқышта қандай көкөніс бар, соның барлығын шығардым. Болгар бұрыштарын 4 бұрышты формада турап алдым. Чеснокты езіп салдым. Сәбізді де турап алдым. Картоптың барлығын кішкене 4 бұрышты етіп турадым. Дәміне қарай қызыл бұрыш, тұз, паприка, кориандр, лотос тұзын салып бір араластырып алдым. Сұйық май, майонез, томат, кішкене кетчуп қосып араластырып тоңазытқышқа жарты сағатқа қойдым. Суым қайнап бастағанда 40 грамм каркаде салып бір араластырып баяу отқа қақпағын жартылай жауып қойдым. 500 грамм қант салып араластырып қанты ерігенше қақпағын жартылай жауып қойдым. Бір пучок мята, бір апельсин, жарты лимон, 2 алманы жуып тез-тез турап алдым. Барлығын салып бір араластырып қақпағын жартылай жауып 4-5 минут шамасында қайнатып алдым. Каркаде дайын, енді тез суыту үшін басқа ыдысқа құйып алған соң жемістерді сүзіп алып тоңазытқышқа бірнеше сағатқа қойдым. Міндетті түрде салқындатып ішу керек. Дәмі керемет болды. Кешкі асты пісіруге кірістім. Алдын ала дайындап қойған тауық төс еті мен көкөністерді противенге салып, бетін фольгамен толығымен жауып 200 градуста 1 сағат фольгамен, 15 минут фольгасыз пісірдім. Тағамның үстіне көк пияз бен ақ пиязды әдемілеп турап, осылай әрледім. Өзіме де отбасыма да қатты ұнады. Махаббатпен жасалған әр тамақ дәмді болады. Жасаған еңбегім сізге ұнаса, маған тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырып қолдап кетіңіздер. Ас болсын.